Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» кітабы. Жүсіп Баласағұн ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері. Шамамен 1017 жылы Жетісу жеріндегі Баласағұн қаласында дүниеге келген. Бұрын бұл қаланы Күз Орда деп атаған. Жүсіптің әкесі де ақын, өнерпаз кісі болған. Қараханиттер мемлекетінің астанасы Баласағұн қаласында хан сарайында өлең айтып, күй шерткен. Кейін ол іске баласын да тартып, Жүсіп әкесімен бірге хан сарайында қызмет еткен. Онда жүріп қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарынан білім алды. Өмірі туралы мәліметтер аз сақталған. Замандастары мен өзінен кейінгі ұрпақтарға дарынды ақын ғана емес, ғалым ретінде де танымал болған. Философия, математика, медицина, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл білімі, тағы басқа ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан. Жүсіп Баласағұнның есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында Құдатұғу білік, яғни құтты білік дастаны арқылы қалды. Бұл дастанды хижра есебімен 462 жылы, қазіргі жыл санауы бойынша 1070 жылы жазып бітірген. Аңдату. Құдатұғу білік 1069 жылы жазылған. Түрік халықтарының тәлім-тәрбие дастаны ретінде талай ұрпақ өкілдерінің тербеліп өскен бесігіне айналды. Зерттеушілер бұл еңбекті педагогикалық дастан ретінде қарап, ірілі-ұсақты көптеген ғылыми зерттеу еңбектерін жазды. Бұл зерттеу еңбектерінің нәтижесі орта және жоғары оқу орындарының оқулықтарына еніп, үздіксіз оқылып та келеді. Бірақ бұлардың бәрінде дастанның композициялық құрылым ерекшелігінен туындаған сюжеттік желісінде сөз етілген мазмұнына орай баяндаулар басым түсіп жатады. Ал дастанның идеялық көркемдік мақсатының кілтіне, яғни идеялық өзегіне мән бермей, сырт айналып, оқырмандарын негізгі басты идея ақи, жауын мәртлік ілімінің алғашқы формасы ілімінен бейхабар қалдырып жүруі үлкен кемшілік. Ірі қалаларда ұйымдасқан ұсақ кәсіпкерлікпен тері илеу, сайман жасау, қару-жарақ, ат әбзелдерін жасау тағы басқамен айналысып отырған ақи жолын ұстанған кәсіпкер бір күндік табысының бір тәулік күнкөрісіне жеткіліктісін өзіне қалдырып, қалған бүкіл табысын халықтың ауру-сырқау, аш-жалаңаш, кәрі-құртаңдарына үлестіріп отырған. Ертеде жауын-мәртлік ілімінің іргетасы осылардан басталып, оларды мәрт, жомарт деп ардақтаған. Құдатұғу білік дастанында осы ақи туралы айтылғанымен, дастанның сюжеттік желісінде жауын-мәртлік ілімінің 4 негізін дастандағы 4 кейіпкер. Бірінші Күнтоғды, әділет. Екінші Айтолды, бақыт, яғни дәулет пен қайрат. Үшінші Өгдүлміш, ақыл. Төртінші Одғұрмыш, қанағат. Әрекеті арқылы көрсетуді мақсат еткен. Құдатұғу білік авторы Жүсіп Баласағұнның түрік әлемінде бұл кітаптай шығарма болған емес деп мәлімдеуі, жауын-мәртлік ілімі Түркістан жерінде пайда болған деген тұжырымды меңзейді. Осы еңбекте кәмили инсан, кемел адам идеясы әуелі ақи танымы арқылы беріліп, 4 кейіпкер әрекетімен суреттеу арқылы тұңғыш рет жауын-мәртлік ілімінің негізін салып, инсанияттың кәмілаттығы туралы таным жолын ұстанды. Құдатұғу біліктен кейін 12-13 ғасырдағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз хал ілімін өзінің танымына сәйкес пенделіктің кәмілаттығы жолына салып дамытты. Яссауидің хал ілімін медреселерде оқытып тану
1917 жылғы қазан төңкерісіне дейін созылған. Ал қазақ жерінде дүниеге келген ақи, жауынмәртлік хал ілімін Абай толық адам ілімімен толықтырды. Бүгінде Абайдың толық адам ілімі зерттеліп, Абайтану деген атпен оқулығы, бағдарламасы, биографиялық көрсеткіші басылым көрді. Осы оқулық негізінде толық адам ілімі алғаш рет Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің барлық факультеттерінде оқытылып жатыр. Осы үлгімен Қазақстанның 5 жоғарғы оқу орнында толық адам ілімі оқытылуда. Бүгінгі және ертеңгі ұрпақ Жүсіп Хас Хажип Баласағұнидің Құдадғу білік дастанындағы жауын-мәртлік ілімінің негізін жақсы игеріп, мән-мағынасын терең түсінсе, Абайдың толық адам ілімін тез меңгеріп кетпек. Осы себепті біз Құдадғу білік дастанындағы өзекті идея жауын-мәртлік ілімін толық танып, білуге бүгіннен бастап кірісуді азаматтық борышымыз деп білеміз. Мекемтас Мырзахметұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Құдадғу білік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қара сөзбен жазылған алғы сөз. Алғысқа толы ризашылықты білдіретін жақсы лебіздер мен мақтау сөздер ең әзиз және ең ұлы Тәңіріге бағышталсын. Өйткені ол ұлылықтың иесі, құдіреті күшті падишах, жерді, көкті сол жаратқан, тыныс алып жүрген барлық тірлік иелеріне ризық берген. Ол не қылса соны істейді, сол сияқты не қаласа соны орындай алады, және қай нәрсеге ықыласы ауса, соған үкімін жүргізеді. Сонымен қатар Тәңірінің адамдар арасындағы ерекше жаралған елшісіне сансыз сәлем. Оның нағыз достары болған құрметті де қымбатты сахабаларына Алланың мол шапағаты жаусын. Бұл кітап өте құрметті кітап. Шын данышпандарының нақыл сөздерімен өрнектелген, машын данышпандарының өлеңдерімен көмкеріліп берілген. Бұл кітапты оқыған, бұл бәйіттердің мағынасына түсінген кісі осы кітаптың арқасында одан да гөрі құрметтірек болады. Машын оқымыстылары мен данышпандарының бәрі шығыс уәлаяттарында, Түркістан елдерінде, Бұғрахан тілінде ешкім де еш уақытта бұл кітаптан жақсырақ кітап жазған емес деген шешімге келгенді. Бұл кітап қай патшалыққа, қай тарапқа жетсе де, оның ерекше шеберлігіне қарай, шексіз сұлу өрнекпен жазылғандығына орай, сол елдердің данышпандары, ғалымдары оны қабыл алды да, әрқайсысы әртүрлі ат берді. Шын еліндегілер Абадул мүлік, патшалардың әдептілігі деген ат берді. Машын патшасының дос-жарандары Айинул мамлакат, мемлекеттің қамын жеуші деп атады. Шығыс елдерінде Зиинатул умара, патшалардың көркі деп айтты. Ирандықтар Шахнама-и-Түрки, түркі шахнамасы деді. Кейбіреулер Паннаме-и-Мүлік, патшаларға арналған ақыл кеңес кітабы дейді екен. Тұрандықтар Құдадғу білік, құт әкелетін білім деп айтыпты. Бұл кітапты жазған автор баласағында туған, өзі ұстамды, тақуа кісі. Ол бұл кітапты Қашқарда жазып бітіріп, оны шығыс әмірі Тафғачханның құзырына алып келген. Патша оны құрметтеп ұлық тұтып, оған сарайдың хас хажибы деген атақ берген. Содан кейін Юсуф ұлы хас хажиб деген мәшһүр аты жайылып кеткен. Бұл кітап негізінен мыналар арқылы қадірлі: бірі әділет, екіншісі бақыт, үшіншісі ақыл, төртіншісі қанағат. Және бұлардың әрқайсына түрікше ат беріпті. Әділетке күн тоғды елік атын беріп, патша орнына қойыпты. Бақытқа Айтолды деп атап беріп, уәзір орнына қойыпты. Ақылға Өгділміш атын беріп,
уәзірдің ұлы есебінде таныпты. Қанағатқа одғырмыш атын беріп, туысқаны деп айтыпты. Міне осылардың арасында өзара пікір алысу ретінде сауалдар беріліп, жауаптар қайтарылып, осылай болып өткен әңгіме туралы сөз болады. Мұны оқыған кісінің көңілі ашылсын, мұны жазған кісіні ізгі дұғалардан еске алып ұмытпай жүрсін. Иншаллаху тағала, Алла тағала өзі жарылқасын. Өлеңмен жазылған алғы сөз. Жалғыз Құдай құдіретті көктегі, барлық мақтау сөзді соған төктегі, құдіретін ұлылығын жар етер, күші кемел жаратар да бар етер. Жер мен көктің тірі жанның иесі, жемәз болып берді ризық тиесі. Барша жанға көміп берді көмейді, жегізеді бірақ өзі жемейді. Аш қоймайды жаны бардың бірісін, ішіп жеммен асырайды тірісін. Со болады нені қалай қаласа, ұлы қылар қалағанын ол аса. Сәлем мадақ Расулге ол таңдаған, достарына және сәлем сандаған. Ел көсемі бұ Мұхаммед бастау ізі, бар қауымның ол болады бас көзі. Осы кітап ақыл ойдың нышаны, білгендерге білім теңіз ұшаны. Баға жетпес парасат бар орасан, шүкір етіп қанағатпен қарасаң. Сан сөзі бар даналардың сүзілген, бәрі осында үнжу болып түзілген. Бүкіл шығыс патшалары бектері, білімді мен естілердің тектері, бәрі келіп бұ кітапқа тоқтады, қазына ғып сары алтындай сақтады. Әке ұлына мирас еткен асырып, өзі оқыған жұрттан надан жасырып. Пайдасы мол, зияны жоқ іркілер, түсінбес-ау мұны талай түркілер. Естіген жан білер болса ішінде ес, хат білгеннің бәрі бірдей түсінбес. Кітап сөзі тура жолға салғанда, іс бітеді екі бірдей жалғанда. Барлық дана машын менен шындағы, мақтап айтқан жақсы сөз деп мұндағы. Шығыс елі түркі жұрты болжаған, мұндай кітап дүниеде болмаған. Кітап құнын білімді жан ұғады, түйсіксізден тек надандық шығады. Кітап құнын білмейтінге ермегін, дос болса да сеніп кітап бермегін. Түйсігі жоқ білмейді міз бақпайды, зейіні бар оқып мұны сақтайды. Дәуірінде Бұғра ханның біртіндеп, жазылды бұл хан сөйлейтін бір тілде. Мұндай кітап кім жазып ет бұрында, кейін ешкім келе алмасты қырына. Қане кім бар жаза алатын мұндай ғып, жаза алғанды мақтайын мен дыңдай ғып. Талай елде кең далада керілген, ат кітапқа түрлі-түрлі берілген. Әр елдегі даналар өз ойынша, ат қойыпты ел әдеті бойынша. Ел әдеті депті шынның елінде, ал машында ел қамқоры делінді. Шығыстағы ел кереметке теңгерді, патша көркі деген атты жөн көрді. Шах-и-наме боп тұр Иранда, құт білімі боп атанған Тұранда. Әр елдегі осы атаулар алынып, мұнда айтылды бір жүйеге салынып. Ұлы кісі атын қойып жаратқан, ол ізгі құл жарылқасын жаратқан. Кім кітапты түгел оқып шығады, түркі тілде не ғажапты ұғады. Кітап жұрттың қажетіне жарайды, патша оқыса жұрт қолына қарайды. Кім билеуші билеу керек бұ жұртты, сол жайды айтып даналар сөз тұжыртты. Айтар амал шартын тәртіп түзетер, елбасы мен елдің жайын күзетер. Әдіс айтар мәңгі ел билеп жүретін, елдің азып тозып кету ретін. Айтар ерлер әскер қолмен қосынды, жиылып ап жолға шыққан жосынды. Соның бәрі бұ кітапта қаралар, шешіледі сараланып қарап ал.